Біз тамақ жеу арқылы энергия аламыз, соның ішінде көмірсулы тағамдар энергия түзуде өте маңызды болып келеді. Адамның қимылдауы, сөйлеуі, тіпті кірпік қағуының өзі энергия, яғни АТФ арқылы іске асады. Ал енді осы энергия Кребс циклі арқылы түзіледі. Құрамында көмірсуы бар тағамды жеген кезде, оның ішінде барлығымызға белгілі глюкоза. Сол глюкоза қанға қарай түсіп, қан арқылы жасушаларға қарай барады, және де глюкоза жасушаларға инсулин арқылы енеді. Глюкоза жасуша ішіне кірген соң цитоплазмада 2 пиружасым қышқылына дейін, яғни пируватқа дейін ыдырайды, және бұл процесті гликолиз деп атаймыз. Енді түзілген пируват митохондрияға барып, кокарбоксилаза ферментінің арқасында ацетил-коаға айналады, және осы кезде Кребс циклі басталады. Енді ацетил-коа оксалоацетатпен қосылып цитрат түзіледі. Ал енді цитраттан аконитаза ферментінің әсерінен су бөлініп цис-аконитат түзіледі. Цис-аконитатқа гидратаза ферменті әсер еткендіктен оған қайтадан су қосылып изоцитрат түзіледі. Түзілген изоцитрат енді альфа-кетоглутаратқа айналады, және бұл кезде тотығудан тотықсану реакциясы жүреді, себебі нат-надашқа айналады, және де бұл кезде сол екі газы бөлініп шығады. Альфа-кетоглутарат дегидрогеназа комплексінің арқасында сукцинил-коаға айналады, және Б витаминінің әсер етуінен нат-надашқа ауысады. Сукцинил-коа сукцинатқа айналады, және бұны біз субстраттан фосфорлану реакциясы деп атаймыз, себебі ГДФ-қа H+- қосылу арқылы ГТФ түзіледі. Келесі реакция сукцинаттан фумарат түзіледі, және бұл кезде ФАД-H-қа айналады. Келесі өнім фумараттан малат түзіледі, немесе оны алма қышқылы дейді. Соңғы реакция малаттан оксалоацетат қайтадан түзіледі, және бұл кезде нат-надашқа айналады. Сөйтіп, қайтадан бастапқы реакция қайталанады. Ал енді Кребс циклі бойынша бір айналымда қанша АТФ түзілген есептейік. Реакция бойынша 3 надаш, 1 ФАДаш және 1 ГТФ түзілді. 1 надаш 3 АТФ-қа тең, ал бізде реакция бойынша 3 надаш түзілді, сондықтан да 3-ке көбейтеміз, 9 АТФ болады. 1 ФАДаш 2 АТФ-қа тең, және 1 ГТФ 1 АТФ-қа тең. Барлығын қосқанда цикл бойынша 12 АТФ түзіледі.